Достар, қараңыздар, біздегі кезекті Mokko диваны модульный түрі. Модульный деген қараңыздар, бұл осылай 2 метрлік диван, және де 2 кресло қылып өзгертуге болады. Бұны 3 метр, 4 метр қылып қоя берсе болады. Қазір бұның ерекшелігін айтайын, содан кейін толық көрсетемін. Жалпы бұндай дивандар қазір нарықта өте көп. Базарға диван алуға барсаңыз, басыңыз айланып қалып жатады. Сондықтан менің беретін кеңесім, жалпы бірінші қандай дизайн ұнайды, соны анықтап алсаңыздар, одан кейін бұл жерде ең маңыздысы сапасы. Сапа деген не десеңіздер, сапа деген осы диванға қолданылатын материалдарға тікелей байланысты болады. Ол қандай материалдар десеңіздер, біріншісі ол каркасы, екіншісі наполнитель, үшіншісі матасы, төртіншісі жұмысы. Егер осы төртеуін дұрыс таңдасаңыз, сіз өте жақсы сапалы диван аласыздар. Енді соны дәлелдеп көрсетіп берейін. Тігісі дегеніміз қараңыздар. Мысалы дивандардың мынандай изгибтары болады. Көрдіңіздер ме? Изгибтары өте әдемі, ровно болу керек. Мына құйық қойғандай болу керек. Матасы құйық қойғандай. Көрдіңіздер ме? Және де мына асты конус болып бөледі. Бұлай үстіне қарай жіңішке болады. Одан кейін бұлардың тігістерінің бәрі ровный болады. Мына бұрыштарын қараңыздар. Шовтары бәрі өте аккуратно жасалынады. Бұл бірінші мән беретін жер. Екіншіден ішіндегі наполнитель. Наполнительдері жұмсақ тығыз болған сайын диванның сапасы жақсы деген сөз. Егер неғұрлым қатты болса, ол эконом вариант деген сөз. Үшіншіден, бұның каркасы фанера болады. Енді бұны ашып көрсете алмаймыз, келесі жолы көрсетеміз. Төртіншіден, ішіндегі наполнитель. Міне, не блок пружина болу керек, не болмаса 25 тығыздықта болу керек. Осында өте жақсы болады. Одан кейін матасы, міне. Мына жерде текстурасы мынандай. Букле мата деп айтады, қараңыздар, міне. Осындай мата. Жоғарғы сападағы диванға арналған мата, эконом вариант емес. Міне осының барлығы біріккен кезде өте жақсы сапалы диван шығады. Одан кейін ножкасына да қатты мән беру керек. Бұл жерде міне таза қарағаштан жасалынған, көрдіңіздер ме? Өте әдемі. Енді мына жерде қараңыздар, бұл 2 метрлік диван. Енді бұны өзгертем десеңіздер, міне қара. Аласыздар. Мынаны қоясыздар. Міне. Мынаны осылай қойсаңыздар, бұл 3 метрлік диван болады. 3 метрлік. Қазір көрсетіп берейін, 3 метрлік. Қазір бұны 4 метрлік қыламыз. Одан кейін бұл жерде тағы бір айтатыны, бұл жерде ең соңғы үлгідегі крокодил деген механизм қойылған. Міне мынаған киіледі. Көрдіңіздер ме, бұлай итере саласыздар. Өте ыңғайлы болады. Бұрынғы механизмдар сияқты көтеріп жүрмейсіздер. Міне 3 метр диван бір креслосымен болды. Енді бұны 4 метр